Иә. Жүр балам. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Логопедсіз ғой, иә? Иә. Баламның жасы 4-те. Көріп тұрғаныңыздай әлі сөйлемейді. Енді осы сіздерді 3 айдың ішінде сөйлетіп жібереді деп тұр ғой. Енді бар үмітіміз сізде. Мына қағазды берді бізге. Иә. Мәссаған. Жақсы, анасы, бізді бөлек қалдырсаңыз, біз сабақ өтеміз. Келе ғой, кел. Қарашы маған, қара. Болмайды. Бала еще аяғының ұшымен жүреді екен. Енді бұны қалай жұмыс жасайын? Кімге жіберем? Мұна ойыншықтарды тізіп қойып ойнап жатыр ма? Қолын не істеп жатыр? Анасына қалай түсіндірсем екен? Мұна балаға қандай бағдарлама жасасам екен? Бүкіл жерді шашып тастады. Маған тез арада бұның шешімін табу керек. Егер сіз де ерекше баламен жұмыс жасауда, диагноз қоюда және оны ажыратуда, сонымен қатар ата-анаға қалай түсіндірем деп қиналатын болсаңыз, 12 наурыз күні мен тегін сабақ өтемін. Мен Несібелі Еркебайқызы, 9 жылдық тәжірибесі бар логопед-дефектолог, нейропсихолог маманымын. Тегін сабақта сіздерді күтемін. Сабаққа қатысу үшін төменге плюс батырмасын басыңыз.